Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен асыққанда жылдам дайын болу керек тағам дайындаған кезде дайындайтын вермишельмен бөлісемін өзімнің рецебіммен. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Небәрі жарты сағатта 30 минутта дайын болады. Етті осылай майдалап турап аламыз барынша. Қатты майдалаудың да қажеті жоқ. Етіңіз қатты сүрленбеген ет болғаны дұрыс. Етті көріп тұрғаныңыздай осылай турап аламыз. Суға салып қоямыз. Сковородкамызды, табамызды отта қыздырамыз. Қызып тұрған табаға май құямыз керек мөлшерде. Менде мына жерде жарты кесе көлеміндей май. Майдың қатты көп аз болмағаны дұрыс. Қызып тұрған майымызға етті салып жақсылап қуырамыз. Барынша қызартып қуырамыз. Себебі ол дәм және түс береді біздің вермишельге. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай мен қақпағын жартылай жауып қойдым. Отта етім қуырылып жатыр. Қатты емес, барынша енді қатты төмен емес отта қуырылып жатыр. Әзірге мен пиязымды турай беремін осылай. Ет суы тартылғанша жақсылап қуырылады. Етімізді бір 5 минут көлемінде бұқтырып аламыз осындай отта. Енді біз пиязымыз салып жақсылап қуырамыз. Пиязымыз сарғайып, қызарғанша қуырғанымыз жақсы. Әдемі болып дәмі кіреді тамақтың. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде біз картопымызды тураймыз. Көріп тұрғандарыңыздай сопақша етіп, қатты ірі емес, картопымыз тез пісетіндей етіп тураймыз барынша майдалап. Мінеки біздің пиязымыз қуырылып жатыр. 1-2 минут көлемінде жақсылап бұқтырып алсақ болады. Пиязымыз жұмсарғанша, пиязымызбен бірге етіміз де жұмсарады сонда. Сосын картопты саламыз бетіне. Мінеки картопты салып, жақсылап картошканы бір қуырып аламыз. Қызып тұрған майда. Сосын крышкасын жауып, тағы да бір 2-3 минут көлемінде бір-біріне сөйлесінгенше бұқтырып аламыз. Мінеки 2 минут өтті, менде от сәл қаттылау болып, пиязым сәл қызарып кетті, ештеңе етпейді. Қажет мөлшерде вермишеліміз салып, жақсылап араластырамыз. Вермишеліміз жақсылап араластырып, қуырып аламыз осы отта. Вермишеліміз маймен жақсы араласу керек, сонда жабыспай әдемі болып шашылып піседі. Енді жақсылап қуырып аламыз бір 2-3 минут көлемінде. Сосын су құямыз. Біріншіде салқын су құямыз, яғни мұздай су құйғанымыз дұрыс, сонда вермишеліміз жабыспайды және дәмі өте жақсы кіреді. Бастапқыда 1-2 кесе мұздай су, сосын үстінен қайнаған су құя берсеңіздер болады. Осылай жақсылап қуырып алыңыздар. 3-4 минут, может 5 минут көлемінде. Барынша жақсылап қуырғандарыңыз дұрыс вермишельді. Қалауларыңызша тұз қоссаңыздар болады. Мен 1 чайный ложка көлемінде тұз қосамын, себебі етім тұздалған. Міне менде вермишель жақсы болып қуырылды, қызарды барынша. Сіздер де қалауларыңызша өздеріңіздің түсі ұнағанша қызартсаңыздар болады. Осылайна мұздай суды құямыз. Вермишельдің бетінен келіп тұру керек, яғни суға толығымен батып тұру керек. Сәл су мас сияқты кішкене қайнаған су қосамыз үстінен. Және де крышкасын жауып 20 минутқа, 15 минутқа жауып тастаймын. Баяу отта бір қалыпта піседі. Міне менде 20 минут өтті, менің вермишелім дайын. Тағы да аузын крышкасын жауып, 1-2 минутқа қойсаңыздар болады, мен түсіре беремін.
Осылайынан шашылып бір-біріне жабыспай әдем болып піседі. Жарты сағатта дайын болатын вермишель. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Осы рецептпен жасасаңыздар, еті де, картошкасы да, вермишелі макаронымыз да өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Бәріңізге ас болсын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен пісірсеңіздер, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.